Ассалаумағалейкум, қадірменді әлеумет армысыздар. Терістігін Алатау, күнгейін Қаратау түрлендірген киелі әулиета жұртшылығы. Қайырлы таң, жүректері мейірімге толы, біздің жаны жайсаң, қымбатты көрермен. Өздеріңізбен бірге әдеттегіндей бүгінгі әсем таңды қарсы алатын қайырлы таң әулиета бағдарламасы. Ал оның жүргізушілері әріптесім Бекжан. Қазақ тілінде қалай сөйлейді көрдіңіз бе? Сонысы да өте қатты ұнады. Жалпы осы дарынды балаларды оқытып тәрбиелейтін бізде мектептер жетерлік. Облысымызда соның бірі осы Айша Бибі лицей ғой. Қыздар мектеп-интернаты. Қыздар мектеп-интернаты. Сол мектеп-интернатында жастардың өсіп даму үшін, жетілу үшін, дарынды болу үшін көптеген жағдайлар жасалған екен. Мен тіпті естігенім бар, ол жақта өздерінің мектепшілік радиолары бар екен. Әйгерім, осы туралы мен кеше осы мектеп-интернатқа барып, тыныс тіршілігімен таныспайтын бар. Керемет, шынында да маған қатты ұнады. Ол жақта қоңырауларының өзі қазақтың сыңғырлаған күйі, үзіліс болған кезде Құрманғазының адай күйі ойнайды деген. Сонымен оқушылар үзіліске шығады, үзіліске шыққан кезде радио тыңдайды. Ол кәдімгі біз тыңдап жүрген радио емес, өздерінің мектепшілік радиолар бар екен. Демек, ол жақта жас журналистерді қазірден шыңдап радио тілшілерді даярлап жатқан көрінеді ғой. Ол туралы толығырақ айтпай-ақ қояйық, Әйгерім. Себебі менің кеше барып қайтқан туралы бейне материал бар. Жарайсың. Сонысын Тамаша, бәріміз бірге көрейік. Айша Бибі атындағы дарынды қыз балаларға арналған қазақ-түрік мектеп-интернатында тек қана дарынды жастарды оқытып қана қоймай, қарындастарымыздың шығармашылықпен айналысуына да жағдай жасаған. Өздеріңіз көріп тұрғандай бұл мектепшілік радио. Тыныш сақтаңыздар. Дыбыс жазылып жатыр. Қайырлы таң, құрметті тыңдарман, сіздермен бірге Айша Бибі FM мектеп радиосы және мен Шораева Маржан. Ал дәл қазір сіздермен бірге плейлист бағдарламасы. Бұл бағдарлама арқылы сіздер мұғалімдеріңіздің, сүйікті достарыңыздың, мектебіміздің қызметкерлерінің сүйікті әндерін тыңдай алатын боласыздар. Маржан Шораева осы білім ордасының 10-шы сынып оқушысы. Мектепшілік Айша Бибі FM радиосында 2015 жылдан бері журналистік қабілетін шыңдап келеді. Расымен де керемет. Мектептің ішінде өз радиолары бар. Оқушылар мен мұғалімдер үзіліс кезінде қызықты хабарлар мен жаңалықтар тыңдайды. Бұл оқушылардың сапалы білім алуы мен болашақтағы армандарын ұштастыру. 9 қыздан құралған бұл ұжымның жеткен жетістіктері де аз емес. Астана қаласында өткен 3-ші республикалық жас жасампаздар жоба жарысында бас жүлдені иеленді. Осында 1,5 жылдың ішінде радионың, масс-медианың немесе журналистиканың көптеген жақтарымен, қыр-сырымен таныстым. Сонымен қатар болашақ өміріме, болашақ мамандығыма үлкен жол, үлкен даңғыл жол ашылды осы радионың арқасында деп ойлаймын. Жақсы хабар шығару үшін журналист жан-жақты болуы тиіс. Осы қағиданы ұстанған қыздар үнемі ізденісте. Кез келген тақырыпты бірге талқылайды. Жетекшілерінен кеңес сұрайды. Бастысы тату тәтті ұйымшылдық бар. Негізі радио құрудағы негізі ашудағы мақсатымыз айтады ғой, әр бала бір жұлдыз дейді. Сол жұлдыздардың жануына себеп болу, талантты, журналистік қабілеті бар, тілге шебер оқушыларды жинау. Яғни қазіргі радио құрамында 9 оқушымыз бар. Барлығы шетінен талантты, өздерінде журналистік қабілетті бойларында қалыптастырған бір жыл еңбектің арқасында. Негізінен жақсылап қолға алғанымыз радионы алдыңғы жылы, яғни 2015 жылдан желтоқсан айынан бастап қолға алдық. Жалпы былтырғы жылы 2015-2016 оқу жылында 9 бағдарлама радио тыңдармандарына ұсынылды. Қайғырынан алып қарасақ та дарынды қыздарды бір шаңырақтың астына жинап, білім нәрімен сусындатып отырған мектеп-интернатқа тек қана биіктерді бағындырсын деген тілек айтамыз. Тамаша. Осы Айша Бибі FM радиосының тілшісі, біздің кішкентай ғана әріптесіміз бүгін біздің студиямызда. Маржан, қош келдің. Қош көрдік. Көңіл күйің қалай? Өте тамаша. Сен үнемі қонақтарды мектебіңде қабылдайсың радиода, ал енді бүгін бізде қонақтасың. Қобалжып отырған жоқсың ба? Жоқ, үлкен қобалжу жоқ, өйткені мектепте мен сіздердің орныңызда отырамын, қазір жай ғана қонақтың орындамын. Тамаша. Дегенмен де телеарна мен радионың айырмашылығы бар, иә? Ол жақта тек дауысың ғана естілсе, яғни ол жақта іс-қимылмен баурай алмайсың. Ал мұнда түр келбетің, дауысың, шашың, отырысың барлық көрерменді баурап алу керек. Үрімші Айша Бибі FM радиосы 2015 жылдан бері
жұмыс жасайды, мектептің ішінде. Сол алғаш ашылғаннан бастап сен сол жерде жүргізушісің. Қанша хабар шықты, қандай хабарлар жүргіздің, қандай қызықты оқиғалар болды, сол туралы сонымен бөлісе отырсың? Ең алдымен әрине біз 9-шы сыныптан, яғни мамыр айынан бастадық бұл жұмысты бастауды. Алдында ештеңе жоқ, қолымызда техника жоқ, не істейтініміз білмейміз, тек ақ парақ, блокнот, ручка ғана болды. Мен қасымда Нұрай деген қыз және жетекшім Нұрсерік аға үшеуміз отырып, ыстық кабинет, кондиционердің астында отырып, пландардың барлығын қойдық, жоспарладық. Қорқыныш болды, әрине барлығын қалай жасаймыз, кім бізді спонсор демеушілік етеді деген. Бірақ соңына таман әрине осындай жағдайға жеттік. Және кейін мектебіміздің директорының уәдесімен үлкен студия құрып беруге уәде берді. Ал бастапқы кезде ең қызығы біз кәдімгі Canon фотоаппаратымен жазған болатынбыз записьтерді. Жалпы радио ашу демек мектеп ішінде өздеріңнің идеяларың ғой. Алғашқы уақытта біз жас жасампаздар жоба жарысына қатысу үшін біздің жетекшіміз Тоқбашев Нұрсерікке жоба ұсынуға бардық. Ол бізге осындай менің идеям бар, радионы мектепте дамытсақ қалай болады деген ұсыныс айтты. Біз оны қолдай жөнеліп, қазір мектебімізде радионың жүргізушісі атанып отырмыз. Жалпы кез келген бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істеу, тәжірибе алу болашақта үлкен септігін тигізеді, иә? Дәл қазірдің өзінде жұмыс істеп жүріп сол жерде өзіңе деген сенімділік пайда болды ма? Әрине, бастапқы уақытта қорқыныш, дауыстың дірілдеуі, дауыстың жылдамдық айттеруі, менің дауысымды басқалар қалай қабылдайды, сондай қорқыныштар болды. Бірақ уақыт өте келе шүкіршілік айтамыз, дауысымыздың барлығы жөнделіп, кез келген ортада, кез келген қоғамдық ортада сөз сөйлеу бір опытын алдық. Енді болашақтағы арманың журналист болу екендігі ол түсінікті, иә? Қазірден радиода жұмыс жасап жүрсің. Жоқ, әлде олай емес пе? Басты бір алға қойған мақсатымыз журналист мамандығын алу емес, тек қоғамға бір пайдасы тиетін, өзімді барлық жағынан жетілдіре алатын бір мамандық иесі атану. Ол қандай мамандық құпия болмаса? Ондай алға қойған жоспарларым, армандарым көп. Оның бір жағы журналистік қырдан да өзімді дамыту мен басқаларға өзім пайдамды тигізу болса, екінші жағынан қазақ тілі мен ағылшын тілін қазіргі өзіміздің қоғамымызда өте жоғарғы деңгейге дамыту. Маған қызық болып тұрғаны, жаратылыстану пәндері сіздерде ағылшын тілінде өтеді, одан бөлек түрік, қазақ, орыс тілдерін оқисыңдар. Хабарларың қай тілде жүргізіледі? Хабарларымыз негізінен қазақ тілінде жүргізіледі, мемлекеттік тіліміз. Бірақтан бізде мектепте апталықтар болып тұрады. Ол ағылшын тілінен болсын, түрік тілі, физика, химия. Мұғалімдердің ұсынысымен осындай радио бағдарлама шықсыншы деген ұсынысымен біз хабарды әртүрлі тілде жүргізе аламыз. Маржан, сіздерде сабақ қиын, ол белгілі. Ол дарынды қыз балаларға арналған мектеп-интернат болғаннан кейін бәсекелестік бар. Сабаққа, шығармашылық жұмысқа, сонымен қатар осы радиоға барлығына қалай үлгеріп, қалай уақыт тауып жатырсыздар? Әрине қиын ол жағынан барлығын, бірақтан дарынды оқушы, жалпы тұлға өзінде қана бір жақтан ғана емес, сонымен қатар көп жақтан дамыту керек деп ойлаймыз. Ол химиядан болсын, тіл жақтан болсын, жалпы сабақ жағынан жақсы, бестік, керемет оқушы. Екінші жағынан билеп, ән айтып өзінің талант жағынан, үшінші жағынан шығармашылық қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысуы керек деп ойлаймыз. Сүйікті пәнің қандай? Сүйікті пәнім негізінен барлық пәнді айт, бірақ сүйіп оқитын, сүйіп баратын ол ағылшын тілі пәні. Үзіліс кезінде сіздерде радиода ойнап тұрады, тікелей толқынға шығасыздар ма? Қазіргі таңда ондай жетістікке жете алмадық, бірақтан ол нәрсені жоспарларға қойдық осы жылдың соңына шейін. Демек, студияда отырып сіздер дыбысты жазасыздар, одан кейін барып, өңделіп, ол қоңырау кезінде тыңдармандарға жолданады, иә? Қандай қызықты хабарлар бар? Қызықты хабарлар қазіргі таңда біздің негізгі мақсатымыз ата-аналар, үштік одақ, оқушылар және мұғалімдер осы үштік одақты біріктіру, жаңалықтардың бір-бірімен ортақ мәмілеге келу жолында жұмыс жасап жатырмыз. Ол үшін біздің жаңа күн атты сіздер сияқты жаңалықтар бағдарламамыз бар. Одан кейін оқушыларға спорт жаңалықтары, мектебімізде ата-аналар да спортпен айналысады. Соның хабарларын айтамыз. Сен білесің бе, мәдениет, әртүрлі елдердің мәдениетімен таныстыратын. Сонымен қатар плейлист, ол жақта біз мұғалімдердің, оқушылардың сүйікті әндерімен таныстырамыз. Осы секілді 9 бағдарламамыз бар. Қанша адам жұмыс істейді радиода?
Радионы үйірме ұжымы ретінде біз қарастырып жатырмыз. Қазіргі таңда 10 адам жұмыс істейді, әрқайсысының өз бағдарламасы бар. Және сол 10 адамның қазіргі таңда өз шәкірттерін, яғни былайша айтқанда тәрбиелеуді жоспарлап жатырмыз. Ол 7-8 сыныптардан алынып жатыр. Әсіресе телевизия саласында, радио саласында дауыс, дикция жүргізушіге өте маңызды. Радио саласында әсіресе осы мәнерлеп оқу жағы қатты қажет болып жатады. Дауыстарыңды қойдыртып, арнайы мамандарға бардыңдар ма? Сондай көмекке жүгіндіңдер ме? Бастапқыда айтқанымдай ешнәрсе жоқ болды. Бастапқыда ешқандай маманға бармадық, бірақ өзіміз радионы, телевидениені барлығын тыңдап, өзіміздің даусымызды ретке келтіруге тырыстық. Бірақ орта жағында біз әуесбайдың қанаты деп бізге танылған Қанат ағамызды шақырдық, сұхбат жүргіздік, одан кейін журналистермен бірге біздің тренинг жүргіздік. Содан кейін біраз тағы да тәжірибе алмастық. Кеңестерін берді. Аға буын қазіргі білікті журналистерден кімдерге еліктейсіңдер, кімге ұқсағың келеді? Ол қазіргі Қазақстан ұлттық арнасының бренді Мейіржан Әлбекұлын айта алсақ болады, немесе Қазбек Қасым қазіргі таңда өзінің аты жөнімен де, жүргізушілік қабілетімен де танылған. Демек, олар сияқты білікті журналист болғың келетіні ол ақиқат, иә? Мүмкін, иә. Студиямызға келіп, тамаша ойларыңмен, осы радио туралы айтқан әңгімелеріңмен бөліскеніңе рахмет. Жалпы қазақ-түрік қыздар лицейінде, жалпы мектеп-интернатында осындай дарынды жастар көп екенін білеміз. Ең бастысы адамның өз бойында сол дарынды әрмен қарай дамытуға деген құштарлық болуы маңызды. Рахмет студиямызға келгеніңізге. Әйгерім, Маржанға бір қолға салғым келіп тұр. Бізді кезекте келесі режиссеріміз бір әсем ән дайындап қойған көрермендерімізге. Соны Маржан хабарласып тұр. Жарайды. Қайырлы таң Әулие-ата бағдарламасының кезекті санында қандай ән екенін білсек бола ма? Бізде әсем ән күтіп тұр. Қабыл алыңыздар деп. Қандай ән хабарлайын? Динара Сұлтанның орындауындағы тамаша ән. Жарайды. Қайырлы таң Әулие-ата бағдарламасының сүйікті көрермендері қазір сіздерді әсем ән күтуде. Ол Динара Сұлтанның орындауында тамаша ән. Бізбен бірге болыңыздар. Бәрекелді.